Риддерде жаңа прокурор тағайындалды. Бақылаушы ведомство басшылығының ауысуы жайлы қалалық активке Шығыс Қазақстан облысының прокуроры Алмат Байшулаков айтып берді. Ол Риддерге жұмыс сапарымен келіп кетті. Облыс прокуратурасының басшысы 4 жыл қала прокуроры лауазымында отырған Александр Акулов жоғарылайтынын мәлімдеді. Қазақстан Республикасының бас прокуроры мен Александр Акуловтың кандидатурасы қолданып, ол Шығыс Қазақстанның табиғат қорғау прокуроры болып тағайындалды. Уважаемые коллеги, актив города. Бұрынғы прокурор қалада 4 жылдай қызметін атқарып, сол уақыттың ішінде өзін кәсіпқой ретінде тек жағымды қасиеттерімен танылды. Өзінің кәсіби қабілеттері мен мүмкіншіліктерін ескеріп, менің ұсынысыммен бас прокуратура оның кандидатурасын мақұлдап, Шығыс Қазақстанның табиғат қорғау прокуроры лауазымына тағайындалды. Шығыс Қазақстан облысының экологиялық мінездегі бірқатар мәселелері бар, сондықтан жаңа лауазымында бұл тұлға кәсіпқой іс-әрекетін жалғастырады деген сенімдеміз. Сәттілік тілейміз. Қаланың жаңа прокуроры Арман Қыдырғалиев болды. Өз мансабын ол осы Риддерде прокурордың көмекшісі ретінде бастаған. Оның жалпы еңбек өтілі 15 жылдан асады. Соңғы алған лауазымы облыс прокуратурасының қылмыстық қудалау заңдылығын қадағалау жөніндегі басқарма бастығының орынбасары. Руководство Генеральной прокуратуры поддержало предложение. Қаланың жаңа прокуроры Арман Қыдырғалиев. Риддер қаласының тумасы, әрі өз кәсіби қызметін осы қалада бастаған. Қала прокурорының көмекшісі ретінде. Одан әрі қызметін облыс прокуратурасында жалғастырған. Осы уақытқа дейін ол Өскемен қаласының прокурорының орынбасары қызметін атқарып келді. Жалпы еңбек өтілі 15 жылдан асады. Бас прокуратура кандидатурасын қолдады, енді Риддер қаласының прокуроры лауазымына тағайындалды. Жаңа лауазымында қала активі тұрғындармен бірлесіп, қызметін сәтті атқарады деп сенеміз. Құттықтаймыз. Сан Саныч, пожелать успехов вам. Мен бұрынғы қала прокурорына атқарған ауқымды жұмысы үшін алғысымды білдіремін. Жаңа прокурорға жаңа қызметіне сәттілік тілеймін. Алда атқарылатын жұмыстар көп. Қоғамымыздың тұрақтылығын, заңи тәртібін, қауіпсіздігін қамтуға бағытталған барлық жұмыстар жемісті орындалады деп сенемін.